Сәлем достар, біз бүгін кәдіден, яғни кабачкиден икра жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сол кезде жаңадан салып отқан рецептілерді бірінші болып көретін боласыздар. Икрамызды дайындау үшін біз ең алдымен бас пиязымызды турап аламыз. Одан кейін сарымсағымызды, яғни чеснокты тураймыз. Кәдіде баялды сияқты, яғни баклажан сияқты өте дәмді көкөністердің бірі. Одан дайындалған кез келген салат болсын, икра болсын, қысқа салат болсын, барлығы да дәмді шығады. Мен алдын баялдыдан, яғни баклажаннан қысқа арналған салаттардың рецептін салған болатынмын. Кәдіден қысқа салат дайындаған кезде оның сыртқы қабығын ашыған дұрыс. Егер сыртқы қабығын ашымасаңыздар, икраларыңыздың түсі сәл жасылдау болып тұрады. Негізгі кәдіден жасалған икраны, яғни кабачковый икрада түсі алтын түсте сарғыш болу керек. Сіздерде дәл осы рецептпен дайындасаңыздар, өте керемет болып шығады. Тіпті бұрын кабачковый икраны жасап көрмесеңіздер де бірінші дайындағаннан рецепттеріңіз өте сәтті болып, икраларыңыз жақсы шығады. Қызып тұрған майымызға бас пиязымыз бен сарымсағымызды қуырып аламыз. Пиязымыз алтын түске енгенше сарғайғанша қуырып, бұдан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізді күштің ірі көзінен өткіздік. Екеуін жақсылап араластырып қуырамыз. Ендігі кезекте кәдімізді саламыз. Кәдіні біз төрт бұрыштап көбектеп турадық. Барлығын жақсылап араластырып, кәді салғаннан кейін орташа отта үнемі араластырып отырып, 30 минуттай қуырамыз. Енді біз дәміне қарай тұз, шекерін саламыз. Мен бұл осы рецептке, осы мөлшермен алынған көкөністерге 1 ас қасық тұз бен 2 ас қасық шекер салдым. Және жарты шай қасық қарабұш салдым. Барлығын жақсылап араластырып, тағы 10 минуттай қуырамыз. Міне осы бас аяғы 40 минутта біздің кабачковый икрамыз, яғни кәдіден жасалған икрамыз дайын болып қалады. Икрамызға 1 ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, 5 минуттай тағы да қуырып аламыз. Икрамызға 9% асқана сірке суынан 1 ас қасық құямыз. Тағы да жақсылап бір араластырып жіберіп, қақпағын жауып 1 минуттай қуырамыз. Енді біз дайын болып қалған икрамызды біркелкі массаға келтіру үшін блендердің көмегін қолданамыз. Біздің икрамыздың түсі де, иісі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Міне осылай біркелкі массаға айналады. Алдын ала банкілерімізді, қақпақтарымызды тазалап жуып, стерилдеп бір қайнатып аламыз. Менде дәл осы рецептпен 750 мг банкіден 3 банкі шықты. Біркелкі массаға енгеннен кейін, енді біз астын өте жай отқа қойып, қақпағын жауып 1 минуттай бір бұрқыткызып қайнатып аламыз. Қақпағын жаппасаңыздар, жан-жаққа шашырайды. Сондықтан абай болыңыздар. Міне біздің икрамыз дайын болды. Стерилдеген банкілерімізге икрамызды қойып, қақпағын жауып, өзі суығанша жылы орап қоямыз. Иісі де, дәмі де керемет болды, және қоюлығы да жақсы болды. Түсі де осындай алтын түсте сарғыш болу керек. Сіздер де дайындап көріңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сіздерге де ас болсын. Келесі жаңа видеода кездескенше.